Барлықтарыңызға сәлем, құрметті көрермендер. Сіздермен бірге Дариға. Бүгінгі сабағымызда сіздермен бірге мен осындай домалақ декор жастықты қалай тігу керек екенін үйрететін боламын. Ал енді бізге керекті заттар. Ең алдымен бізге осындай метр, қайшы, ине жіп және инені алған кезде біреуін көктеуге, ал біреуін үлкен көрпе қабуға арналған ине алып алыңыздар. Одан кейін 2 түйме, содан соң сол түймеге арналған жапқыш алуымыз керек. Менің түймемнің диагоналі 3,5 см. Ал матаға келетін болсақ, бізде негізінен сіздер мен секілді екі түсті араластырып тікпейтін болсаңыздар, сонда сіздерге таза 55-те 145, ұзындығы 145, ал ені 55 см мата керек. Ал егер тура осындай екі түсті араластырып тігетін болсаңыздар, матаның ұзындығы 72, ал ені 55 см болуы керек. Яғни екі түсті араластырып тіккен жағдайда. Ал енді біздің түймемізге арналған жапқыш. Біздің түймемізге арналған жапқыш кәдімгі осындай 4 бұрыш күйінде немесе домалақ күйінде болса да болады. Оның ұзындығы біздің түймемізден 1,5 есе үлкендеу болу керек. Матамыз, мен бұл жерде королевский велюр мен матовый велюрді араластырып тіктім, ал сіздер өз қалауларыңыз бойынша тіксеңіздер болады. Заттармен танысып алған болсақ, енді сабағымызды бастайық. Ең алдымен біз осы ұзыннан ұзақ 145 см матамызды алып, екі басын қосып алуымыз керек. Міне көріп тұрсыздар. Оң бетін беттестіріп, кәдімгі тіккендей тура осылай етіп екі басын қосып аламыз. Ал егер тура осылай мен секілді ақ мата араластырып тіксеңіздер, тура осылай бір басын, одан кейін ақ матаның соңы мен жасыл матаның соңын тағы бір рет қосып алу керек. Міне көрсетілгендей тура осылай етіп қосып тігіп аламыз. Ал мінекей құрметті көрермендер, мен өзім айтқанда екі жағында қосып алдым. Мен екі түстен тігетін болған соң, тура осылай етіп астында үстінде оң бетімен беттестіріп тігіп алдым. Ал енді жастығымыздың тысы дайын болса, енді жастығымызды буып бастаймыз. Менде екі матаны қосқан кезде тура осындай болып шығады. Және тігуден алдын тағы бір айта кететін жайт, сіздер 0,5 см немесе 1 см қайтарып, артық шеттерін тура осылай етіп қайтарып тігіп шығуларыңыз керек. Сонда жастықты буған кезде качествосы жақсы болады былай. Түйме де жақсы ұсталады, жастықта неғып кетпейді, сөтіліп. Тура солай жастығыңыз әдемі тұрады. Ал енді жастығымызды буып бастайық. Міне көргендеріңізде мен қалың жіп өткізіп алдым. Жібімнің қабаты 4 қабат. Жібімді тура осылай етіп, арқасынан бір түйіп, енді көктеп бастаймыз. Көктеген кезде кәдімгідей арасын 2-1 см ашып көктеп шығуымыз керек. Және тағы бір айтатын жайт, сіз қанша кішкентай көктесеңіз, сонша әдемі шығады. Бірақ прям кішкентай етудің керегі жоқ. 0,5 см-ден кем емес, 1 см-ден көп емес болған дұрыс. Және көктеген кезде мынау біздің тігісіміз бар, осындай бәңәлігі айтқан, сол тігістің бойымен көктеп шығатын боласыздар. Сонда сіздің жастығыңыз мықтап, качественный болып, сөтіліп, бұзылып кетпейді. Енді бұл реакция как оверлок ретінде жүреді. Тура осылай етіп, жастығымыздың астын айналдыра көктеп шығуымыз керек. Басынан соңына шейін. Ал енді жастығымыздың ұшын айналдыра көктеп алған соң, екі жібін тартып, бері қаратай ішіне кіргізіп, қатты тартып, қысып байлап қоямыз.
Қаншалықты сіздердің жиылған ұштарыңыз осылай бір-біріне қатты жақын тұрса, соншалықты сіздің түймеңіз әдемі көрініп, әдемі ұстап тұратын болады жасықты. Сондықтан барынша қатты тартып, бұрыштарын дұрыс жию керек. Ал мінекей әп-әдемі етіп жастығымыздың астын жиып алдық. Енді ішіне асықпастан толтырып синтепон салып шығамыз. Ал міне синтепонымызды толтырып салып алдық. Ендігі кезек қайтадан үйреткендей асықпай тура осылай етіп айналдырып, тағы да жастықтың үстіңгі бетін көктеп шығуымыз керек. Мінекей үстіңгі бетінде айналдыра көктеп шықтық. Ендігі кезек түйген жеріміз бен иненің ұшындағы жіпті бір-біріне байлап, қысып, тартып, қайтадан бұрыштарын бір-біріне тура осылай етіп қосамыз. Тағы да айтайын, түймеңіздің әдемі немесе брошкаңыздың әдемі тұруы осылардың тығыз болып тұруына байланысты болады. Ал мінекей біздің жастығымыз дайын, тек түймесін қадау ғана қалды. Енді осылай қолмен ұрып синтепонын өзіңіз жайғастырып аласыз. Ал енді жастығымыздың түймесін қадаймыз. Ол үшін бағана сіздерге көрсетілген кішкентай түйме жапқышқа арналған матаны алып, тағы да жібімізді қалың қабаттап алып, осы матаның шеттерін айналдыра көктеп шығуымыз керек. Содан соң көктеп біткеннен кейін түймеге кигізгенде жібі шығып кетпейтіндей және бір астын түйіп алыңыздар өстіп, немесе кигізгенде түймеге түйіп немесе тігіп қоятындай етіп қалдырамыз. Мен тіккеннен көрі көбінесе байлап қойғанын жақсы көремін, сондықтан мінекей тура осылай етіп айналдыра тігіп, жібін ұзын етіп қалдырып қоямын. Өйткені түймеге кигізген кезде бізде өте ыңғайлы болады. Мінекей тура осылай етіп, келесі ақ шапқышымызды алдын ала көктеп шығамыз. Ал түймені қадаған кезде тура осылай тұратын болады. Ал мінекей мен түймені өткізу үшін 8 қабат жіп алдым. Енді сол 8 қабат жібіміздің ұшын қайтарып, ең алдымен түймемізде өткізіп алуымыз керек. Мінекей тура осылай етіп өткізіп аламыз. Өткізіп алған соң үстіне жапқышымызды кигізіп, байлап немесе тігіп қоямыз. Ал енді біздің түйме жапқышымыз бен түймеміз де дайын. Енді тура осылай етіп, екі жіптің басын қосып, мен айтқанмын, көрпе көктеуге керек.
керекті үлкен ине керек болады деп, мінекей сол инеміздің де уақыты келді. Енді сол инемізге мынау екі жібіміздің басын қосып өткізіп алуымыз керек. Және сол жіптер арқылы, яғни осы ине арқылы екінші бетіне осы екі жіпті шығаратын боламыз. Яғни өткізетін боламыз. Ал мінекей енді екінші бетіне өткіздік. Екінші бетіне өткізген соң екі жібімізді қайтадан екіге бөліп, ұзын жібіміздің біреуіне, осы жердегі ең ұзын жібіміздің біреуіне тура осылай етіп тартып, қайтадан бір түймемізді өткізіп аламыз. Ал содан соң келесі жастығым түйменің жапқышын кигізіп, тігіп немесе байлап қоямыз. Бұл жерде сіздер түймені өткізетін жіптерді барынша ұзын алыңыздар, өйткені келте алған кезде, жастық тартылған кезде ішіне қарай күшпен кетіп қалуы мүмкін. Енді оны тігу барысында өздеріңіз түсінетін боласыздар. Ал енді екі түймеміз дайын екен. Енді бір қолымызбен түймемізді басып, екінші қолымызбен екі жібін тартуымыз керек. Міне тура солай етіп, арғы бетіндегі түйме кішкене жақындады дегенде бір рет байлап аламыз. Ал одан кейін тағы бір рет күшпен тартып, тура осылай байлап, барынша бір-біріне түймені жақындатуымыз керек. Тек сол кезде ғана сіздің жастығыңыз томпайып сүйкімді көрінетін болады. Ал мінекей мен байлап алдым. Енді тағы бір-екі рет түймені айналдырып байлап алған соң, артық жіптерін кесіп алып тастаймыз. Мінекей құрметті көрермендер, біздің домалақ жастығымыз осымен дайын. Сабақ сізге ұнаған болса, біздің каналға подписаться етіп, лайк немесе комментарий қалдыруды ұмытпаңыз.